Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өлең, яғни поэзиялық шығармаларды оқыту барысында қандай тапсырма үлгілерін беруге болады? Бүгін соған тоқталатын боламын. Өлеңнің атауына қарап, оның не туралы екенін болжату. Не болмаса оқушыға өлеңге басқа ат қоюға ұсынуға болады. Өлеңнің тарихын 100 сөзбен әңгімелеп беру, уақыт тығыз болса сөз санын азайтуға болады. Шығармадан өзіне ұнаған өлең жолдарын тапқызып, маған ұнаған өлең жолдары деген плакатқа жазғызу, дәптерге жазғызу және оның себебін түсіндірту. Қалдырылып кеткен сөздерді табу, өлең жолдарын қиып, оны қайта құрату, ұсынылған нұсқалардың ішінен дұрыс нұсқаны таңдау, түсінікті түсініксіз сөздерді бөліп жазғызу, олардың мағынасын тапқызу. Өлеңнен ұнатқан эпитеттерді теріп жазғызу, теңеу бар болса, теңеуді де жазғызуға болады. Ақын туралы қызықты деректер жазғызу, сыныптағы әрбір оқушыға өлеңнің бір жолын жаттату, келесі сабақта барлығына жаппай бірдей мәнерлеп оқыту. Өлеңнің мазмұнына қарай сурет салғызу, не болмаса образдарының суретін салу, өлеңді сүйемелдейтін сурет, музыка тапқызу, өлең туралы пікір жазғызу және авторға хат жазу. Өлеңнің шығу тарихы туралы, не болмаса ақын туралы мақала жазғызу, қосымша ақпараттар дайындату. Креативті жазу, өз нұсқасымен өлеңді қайта жазып шығу. Салыстыру кестелерін пайдалана отырып, кем дегенде 2 өлеңді салыстыру. Сонымен қатар графикалық органайзерлер, акроним, авторға сұрақ, егжей-тегжейлі баяндау, тағы да басқа әдістерді қолдануға болады. Ол әдістер туралы мен алдыңғы видеоларда айтып өткен болатынмын. Ол видеоларды осы каналдан таба аласыздар. Және басты назарда ұстайтын тағы бір жайт, ол шығарманы оқу барысында міндетті түрде шығарманың авторы және аты айтылуы керек. Екінші мәселе, егер өлең жолдарында мәнерлеп оқу барысында 2 дауысты дыбыс қатар келіп қалса, онда оның біреуі түсіп қалады. Бар ма еді деп жазылғанымен бар меді деп оқылады. Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым. Яғни қолға алдым деген сөз тіркесі қолға алдым деп бірге оқылады.